216 рет айтысқан республикалық облыстық деңгейлерде өткен айтулы тойлардың бәрінде дерлік өнер көрсетіп, 22 рет бас жүлде алған ақынды білесіз бе? Ол әрине кинорежиссер, драматург, жазушы Баянғали Әлімжанов. Ол сондай қазақтан шыққан бірден-бір манасшы. Ақынның жуырда жаңа кітабының тұсауы кесілген еді. Көкше өңіріне арнайы барып қайтқан тілшімізге кезек береміз. Көкше жерінде 4 бірдей кітаптың тұсауы кесілді. Бұл жұртшылыққа манасшы ретінде танылып, сан қырлы өнерді бойына жиған Баянғали Әлімжановтың еңбегі. Ақынның лирикалық өлеңдері мен жырдастандары баспасөз бетінде жарияланған бір топ мақаласы және драмалық шығармалары топтастырылған. Айтулы жиынға белгілі ел азаматтары келіп, лебіздерін білдірді. Ерекшелігі туа бітті талантты ойлайды. Ғафur Қайырбеков кезінде айтып кетті ғой, Баянғали ерекше құбылыс феномен деп. Шын мәнісінде сонда, өйткені сан қырынан көрсетіп жатыр, қай жағынан болса да өзінің таланты екенін көрсетіп жатыр. Жігітке жету өнерде аз. Ақын драматургия саласында да сәтті туындылар жазды. Шығармалары еліміздің бірнеше театрында сахналанып, халық көңілінен шықты. Көкшетаудағы Шахмет Құсайынов атындағы Қазақ музыкалық драма театрда биылғы маусымын қаламгердің пьесасы негізінде жазылған Біржан Салдың Шідері атты қойылымымен ашты. Бұл шығарманың ерекшелігі Біржанның 40 жастағы кезін бейнелейміз. Және өзінің ұлтын қалай сүйеді, салт дәстүрді қандай керемет бағалайтындығын көрсететін, және үлкен ұлы махаббаттың алдында өзін қалай ұстай білетіндігі, қазақы болмыстан аттамайтын, салт дәстүрден аттамайтын ерекшеліктерін, қазақы Біржанды көрсетуге біз тырыстық. Әуеге қалықтаған ән кісіні еліктіріп қана қоймай, кеудені керетін де жасырын емес. Соны сезіп білген Ләйлім сұлу сал серілерді осылай бір сынам, тәубасына түсіріп қойын деген шығар, ә? Біржан Салдың өмірі мен өнерін көрсететін пьесалар жетерлік, тіпті оқиға желісінде жатқа соғамыз. Біржанның әні, серілігі өмірінің соңғы жылдары көрген тағдыр тауқыметі деген секілді. Алайда бұл қойылым бұрынғы қойылымнан өзгерек. Екі бірдей тұлға Біржан Сал мен Балуан Шолақ бейнесі анық көрінеді. Атын Балуан Шолақ болсын деген екен. Халық өнерпаздарының серілік құрып, шалқып жүрген шағы көрерменнің көз алдына оралғандай болды. Драматург пен режиссердің тың ізденістері пьесада Біржан Салды жаңа қырынан танытқандай. Шара соңында ел еркесіне халық ризашылығын білдірді.